Жозе көкем үстем, көктем соңында танытты өктем. Кешке көтерді көкке. Конференция лигасы трофейін. Жозе Мауриньо Элче, ЛЭ, ЛК турнирлерін жеңген тарихтағы алғашқы бапкер атан. Енді мұндай тағы қашан қайталанады? Білмеймін. Жалпы ол ешқашан Еурокубок финалында жеңілмеген. 5 финал, 5 жеңіс. I am Жозе Мауриньо. Финалда ол сүрінбесе де тегіс жерден сүрінгені бар. Сүрінбе қызым, құлама қызым. Порту мен Элче және УЕФА кубогын, Интер мен Элче, МЮ мен Еуропа лигасын жең. Енді 5-шісі Еурокубокты 5 мәрте жеңген Траппаттонидан кейінгі екінші бапкер. Мына екеуі ма кеп атқан? Ең титулды бапкерлер: Анчелотти 22, Траппаттони 23, Мауриньо 26. Жозе Мауриньо. Стейн мен Сколари 26-дан, Хитсфельд 28, Лобановский 30, Гвардиола 32, Луческу 35, Фергюсон 49. Сэр Алекс Фергюсон. Жозенің бұл бапкерлік мансабындағы 26-шы трофейі және 2017 жылдан бергі алғашқысы. Қанша дегенмен үздік қой. Как минимум, особенный, ерекше. I think I'm a special one. Рома өз тарихында алғаш рет Еурокубок жеңді. Ал негізі олардың соңғы трофейі 2007-2008 жылғы Италия кубогы. Халықаралық деңгейде тек осыған дейін 1961 жылы ғана топ жарған жәрмеңкелер кубогінде. Ал жалпы А сериясының кубоктары соңғы рет қашан Еурокубок жеңді? 2010 жылы. Элчені жеңген Интер. Тағы да Мауриньо арқылы. Жозеден Жозеге. Өзбек бауырларымыз үшін қуаныштымыз. Эльдор Шомуродов Еурокубок жеңген 3-ші өзбек ойыншысы. Виталий Денисов 2005-те ЦСКА мен УЕФА кубогын жеңді. Ұлықбек Бақаев 2007-де Тобыл мен Интертото кубогын еншіледі. Енді міне Эльдор конференциялар лигасының алғашқы жеңімпазы. Эльдор Шомуродов молодец екен. Матчтағы жалғыз гол былай соғылды. Фейнорд осыған дейін Еурокубок финалында болған. Тіпті жеңген. 69-70 Еуропа чемпиондарының кубогы. Финалда Селтик жең. 74 жылы УЕФА кубогы финалы. Жеңілген Тоттенхэм. 2002 жылы Дортмунд тұтты. Ал биылғы финалда жеңілді. Но я считаю, что я не проиграл бой. Мұна фанат үшін өкінішті. Кстати, мұна Шигол естеріңде ме? Қазір ол өсті. Бірақ әлі де болса, папасының мойнында. Ректен тазартайықшы мыналарды. Амынан жалап бердім сучка мен. Нормальный видеолар шықсын лучше. Біз сияқты. Сосын туды да дұрыстап ұстауды үйренейік. Енді қалғаны Элче финалы, достар. Ливерпуль, Реал. Кім чемпион атанбақ? Жазайық нұсқа. Сау, келесі кездескенше. Үздік комментаторға дауыс беруді финалдан, достар. Дауыс берейік. Ссылка комменте. 4, 1, 0 и 3. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.